Сіздерге өзімнің басымнан өткен оқиғаны баяндап бергім келеді. Әрбір қызға сабақ болар деген үмітпен. Қыркүйек алғашқы қоңырау соғылған кез. Отбасылық жағдаймен мектеп ауыстырдым. Жаңа мектеп, жаңа орта, жаңа достар. 8-ші сынып оқушысы едім. Жаңа мектепке орналасып, директор мені жаңа сыныпқа апарды. Мені оқушылармен таныстырғанда бәрі жылы шыраймен қабыл алды. Ішімнен қатты қуанып, бір жағынан аздап ыңғайсызданып тұрғаным тағы бар. Өзімді таныстырдым сыныпқа. Менің аты-жөнім Жұмағалиева Жансұлу. Сіздермен танысқаныма қуаныштымын деп барынша қысылсам да өзімді көрсетуге тырыстым. Мен көпшілік ортада аса көзге көрінгім келмейді. Бірақ сабақ білім үшін барынша пысық болу қажет деп әкем үйретуші еді. Ұстазым Меруерт апай, Жансұлу бос орынға жайғаса ғой деп күліп қарағанда өзімді ерекше бақытты сезіндім. Себебі мен ұстаздардың жылы шырай танытқанын аса байқамайтын едім. Бірінші партаның ортаңғы қатарында бір қыз жалғыз отыр екен. Жанына жайғастым. Аса сөзге тартыла қоймайды. Бірақ өзім ашық жарқын адам болған соң бәрімен емін-еркін сөйлесіп кеттік. Алғаш мектепке барғалы көзіме ыстық болып көрінген Балнұр болды. Балнұрмен лезде тіл табысып кеттік. Өзі сөзге пысық, әрі кез келген ортаға сіңіп кететін еді. Небәрі 7-ші сынып оқушысы болсақ та, Балнұр жігіттермен өте көп жүретін. Ал бұл қылығы маған ұнамайтын. Өткені әкем ол жағынан қатал кісі. Әрі қызығып кететін едім. Әр баладан мерекеде әр түрлі сыйлықтар. Мен де солай сыйлық алғым келетін. Тұрмыс жағдайымыз төмен емес, тіпті ең жақсысы деуге болады. Бірақ қатал әке тұрғанда қанша бай болсаң да ол бәрібір еді. Сабақ үлгерімім өте жақсы болды. Біраз жарыстарға қатысып, көзге түсіп жүрдім. Балнұр тек жігіттердің көзіне түсіп жүрді. Бірде бір жарыста қомақты қаражат ұттым. Менің қолымнан осындай сый алу келді ме деп қатты қуандым. Қуанышым ұзаққа бармасын, кім білсін. Ақшаны сөмкеме салып әжетханаға кеттім. Қасымда Балнұр болмады. Басқа кездері бірге еріп баратын еді, осы жолы басқа жұмысым бар деп қоштасып кетті. Қайтып келсем сөмкем шашылған, ақша жоқ, тіпті өзімнің жеке ақшам да жоқ. Не істерімді білмедім. Қатты жыладым, мұғалімге айттым. Барлығының сумкасын тексерді, бірақ ештеңе таппады. Мұғалім, көз жасыңды сүрте ғой, ертең табылып қалар деп жұбатып әлек. Сол күннен кейін Балнұр 3 күн сабаққа келмеді. Хабарсыз кетті. Қатты уайымдадым. 4-ші күні ол сол жаңа аяқ киім, әшекей бұйымдар, жаңа рубашка, шырттай киініп келіпті. Онымен қоймай мені донор жеуге тіпті өзім төлеймін деп айтқанда таң қалдым. Онымен дос болғалы ешқашан ақша шығармаған, тек мен төлейтін едім. Тіпті оған төле деп те айтпаппын. Сонымен не керек? Анам алып берді, әкем алып берді, әжем ақша берді деп маған ақталғандай болды. Сол жоғалған ақша үшін әке-шешемнен оңбай сөз естіген едім. Өзімді кінәлі сезініп, көзімнің жасы тыйылмайтын еді. Ол жағдайды ұмыту маған қиын болды. Бәрі бітті, ұмытылды, күндер өте берді. Жаңа жыл да келіп жетті. Алғаш жаңа ортада атап өтуім. Анамның алып берген ақ қызыл көйлегін киіп өзімді ханшайымдай сезіндім. Үйіме Балнұр шақырдым. Анам екеуміздің шашымызды өте әдемі етіп бұйралап берді. Балнұрдың көйлегі анама аса қатты ұнай қоймады. Анам оған су жаңа маған деп алып қойған көк түсті көйлекті сыйға тартты. Анамның қолы ашық, мейірімді жан еді. Анамның ақпейілдігіне таңданып қалдым. Құрбым өте әдемі болып кетті. Жанымда жүрген құрбым болғасын бақытты еткім келді. Жаңа жылды керемет атап өттік. Тек көңіл күйім анамның қоңырауы бұзды. Алло, қызым.
«Я, анашым, не боп қалды? Сен қыз қашаннан бері менің сырғамды, менің жеке затымды рұқсатсыз алатын болғансың» деп ашуланып ұрсып жатты. Мен анамның затына рұқсатсыз тиіспейтін едім. Балнұрдан күдіктенуге арым жібермеді. Мүмкін анам бір жерге қойып ұмытып кеткен болар деп ойладым. Анам тез қайтуымды бұйырды. Амалсыз қайтуға тура келді. Құрбым Балнұр, неге ерте қайтып жатсың? Кеш енді қызып жатыр ғой, бірдеңе болып қалды ма деп сұрақтың астына алды. Болған жағдайды айтып едім, абдырап қалды. Жарайды деп мені қатты қысып, құшақтап ұзақ тұрды. Оның бұндай әдеті жоқ еді. Сонша құшақтағанын естіп күле қарадым. «Жай сені жақсы көрем ғой, анаңа сәлем айт. Тағы да көйлек үшін рахмет» деп қол бұлғап қала берді. Үйге келсем, анам ашулы. Отырысқа сол сырғаны тағамын деп едім. Енді не істеймін, басқа сырға үйлеспейді көйлекпен деп сөйлеп жатты. «Сүмкеңді берші, ішінде тұрған шығар» деп сүмкемді ақтара жөнелді. Мәссаған, сырға менің сүмкемнен шықты. Анам қуанып кетті. Бірақ анам маған аса сене қоймады. Мені әдейі алдың деп айыптап, қолымнан шымшып алды. Осы кезде түсіндім, Балнұрдың ісі екенін. Анамның заттарына қалай қызға қарап тұрғанын көріп тұрсам да, жаман ой мүлде келмеген екен. Не деген аңғал едім. Жаңа жылдан кейінгі қысқы демалысты үйде өткіздім. Сырға үшін әлі де сөз естіп жүрдім. Мектепке баратын күн де жетті. Бара сала құрбыма бар өкпемді айтып, менен аулақ жүр дедім. Ол болса ештеңе түсінбегендей аң-таң. Осы күннен бастап құрбыма деген сенім жойылып жатқандай болды. Сырғадан бөлек ақшаларымда қаншама рет жоғалатын еді. Тағы да ойыма Балнұр келді. «Сен ұрладың» деп Балнұрға ұрсып едім, өлімінге салынды. Содан кейін ешкіммен араласпай тыныш жүрдім. Арада жылдар өтіп жоғарғы оқу орнына түстім. Армандаған мамандығыма қол жеткіздім. Құрбыммен сол бір жайттардан кейін араласа қоймадық. Бөтен адамдарша жүрдік. Тек сәлеміміз түзу. Ата-анам жатақханаға жатуға рұқсатын бермеді. Қалада жеке пәтеріміз бар. Сонда орналастым. Қалада тұрсақ та жатақхана бәрібір ерекше, нағыз студенттік шақтың есте қалар кездері емес пе? Қасыма қыздар алдым. Ол қыздармен құрбы болып араласа бастадым. Алмас деген жоғарғы курста оқитын баламен танысып қалдым. Сыпайы, өзіне қарап қалған, яғни өзін жақсы күтіп таза ұстайтын жігіттер қатарында екен. Маған ол жағы ұнады. Кітапханада таныстық. Содан кейін де кітапханада көп бірге уақыт өткізетінді шығардық. Онымен бірге уақыт өткізген сайын өзіне қарай белгісіз бір күш тартып жатқандай болды. Мүмкін мен қатты бауыр басып қалғаннан сондай сезім болды екен. Бірге саябақта аралап, балмұздақ жеп, көңілді күндер өткізетінбіз. Уақыт өте келе оның мәселелері көбейіп кетті. Яғни ақша жағынан баста көмектесіп жүрдім. Ақша берген кезде 1-2 күнге хабарсыз кететін еді. Кейін тағы пайда болып жүрді. Әке-шешем пәтерінің ақшасын маған беріп қойған. Ол ақшаны да өз орнымен жұмсауым керек. Алмас бұл жолы менен өте көлемді қомақты қаражат сұрады. Оны тауып бере алмайтынды айтқанда, өңі бозарып, жыларман күйге түсті. Ашықтық деген не істетпейді. Сол үшін үйге барып, анамның алтындарын ұрлап сатып Алмасқа бердім. Ақшаны көрген оның көздері жадырап сала берді. Мені айым күнім деп еркелетіп, 1 апта бойы жанымнан шықпай жүрді. Одан кейін тағы да жоқ болып кетеді. Алтын туралы анам әлі хабарласпады. Соған қарағанда әлі де тақпаған көрінеді. Егер біліп қойса, інімнің достары шығар дей саламын. Өйткені ол үнемі балалармен үйге көп келеді. Ал мен сүйген Алмас телефонға жауап бермей менен қашып жүрді. Өзімді кінәлі сезініп, оған көмек бергеніме өкініп жүр едім. Алдымнан шыға бермесі бар ма? Қолымда гүлі бар. Менен кешірім сұрап әлек. Аздап қырсығып, бірақ бәрібір кешіріп қойдым.
Алмас бүгін мені мейрамханаға шақырды. Қатты қуанып жатырмын. Маған көңіл бөлу азайды деп жүр едім, бірақ жоқ, мені ұмытпапты. Оны қатты сағынғаным рас. Жатақханадан өзі келіп алып кетті. Аса қымбат мейрамханаға ұқсамайды, ішінде адам аз. Ол жағы маған ұнады. Жеке кабинка жалдаған екен. Бірге тамақтанып, сөйлесіп отырдық. Бірде көзім қарауытып қалың ұйқыға кеттім. Біреудің мені көтеріп алып бара жатқанын сездім. Бірақ ояна алмадым. Бәрін сезініп жатырмын. Бір үйдің есігі ашылғандай болды. Мені диванға сілкіп тастай салды. Бір қыздың даусы шыққандай болды, таныс дауыс. Сөздерін ести алар емеспін, жаңғырық болып тұр. Алмас менің артымнан өте көп көлемді кредит рәсімдеп, оны арнайы шығарып беретін адамдар арқылы мені былыққа тықты. Есім креслі шығасылы, жаңа қыздың түрі еміс-еміс есімде. Киімімді біреу шешкендей болды. Жоқ, танымайтын біреу былшиған еркек мені аймалап жатыр. Шыңғырып жібердім. Олар шошып кетті. Бәлкім мені тұрмайды деп ойласа керек. Ол жерде Алмас, танымайтын еркек және менің бала кезден құрбым деп жүрген жан Балнұр болып шықты. Тоқтаусыз шыңғыра бердім. Көршілер естісе керек, 20 минутта полициядан адамдар келді. Есікті қатты күшпен ашып кірді. Оларды тұтқындап, мені больницаға жедел жәрдем алып кетті. Олар біраз жылға алаяқтық бойынша сотталып кете барды. Ана мен әкем болған жайтқа мені де кінәлі қылды. Я, олардікі де дұрыс. Өзім аса танымайтын еркекке жабысып, оған ақша берген мен ақымақ болдым. Сіздерге айтарым, ақша сұрайтын еркекке жоламаңыздар. Әрі ұрлықшы құрбылардан сақ болыңыздар.